Қайырлы күн көрермендерім, менімен бірге сүтсіз жарты сағатта дайын болатын жұп-жұмсақ кекс дайындаңыз. Және де видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып алыңыз. Шекерді салыңыз, оны да араластырыңыз. Еріген май немесе бөлме температурасындағы майды салыңыз. Жақсылап араластырыңыз, сонда іртіктердің бәрі кететін болады. Одан кейін ванильді қант, разрыхитель және де шым-шым суда салып, оны қосып, жақсылап араластырыңыз. Өте жұмсақ, дәл осындай масса шығуы керек. Барлығында формаға бірдей етіп құйып, духовкаға жіберіңіз. Оған дейін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда шығатын рецептерді бірінші болып көру үшін жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Осымен жұп-жұмсақ кекстеріміз дайын болды. Ешқандай да жабыспай, жақсы көтеріліп, дәмді, ортасы нәзік, үлпілдек, толық піседі. Қараңыздар, ешқандай жабыспайды. Осымен дайын болды. Қонақтарға үстінен сахарный пудра сеуіп, ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Және де каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіз. Баршаңызға ас болсын.